Блог атты жоба және менің авторлық блогерлік курсыме қош келдіңіздер. Мен өте қуаныштымын осы сабақты сіздермен бірге бастап жатқаныма. Жаңа форматты курс бұл, жаңартылған, жаңа енгізулермен және осындай сіздерге үйренуге ыңғайлы болу үшін осындай видео форматтағы курс. Енді мен бұл жазбаны, дәл қазір осы видео сабақты уже бірнеше дубльдан кейін бастап жатырмын. 4-5 дубльдан бастап жатырмын. Кішкене қобалжып, уайымдап, ойымды жинақтап, енді міне кірісіп жатырмын. Сондықтан егер арасында бір орысша сөздер кетіп қалып жатса, немесе бір жерінде идеально сөйлемесем, бір қателіктерім болып жатса, айып етпеңіздер, себебі видео түсірген өте қиын екен. Бұл басынан енді совсем бірінші рет демеймін, но мұндай тәжірибем онша көп емес. То есть бір алғашқы тәжірибелерімнің бірі, өзім оңай болатын шығар деп ойлағам, но негізінде қиын екен бұлды. Енді бүгінгі тақырыбымыз, мен өзім бастағым келіп тұр, өзім блогты қалай бастадым, не себептен бастадым, жалпы не үшін мен блогер болғым келеді, содан басталады. Негізі блогымды бастаған кезде көп нәрсені мен білем деп жүрсем де, түбіне келгенде білмейтін заттарым көп екен. Жаңадан біліп, обучение өткен сайын, білім толықтырған сайын, жаңа фишкаларды үйренген сайын, мен оказывается көп нәрсе білмейді екенмін ғой деп. Сондағы менің қорытындылай келе, мынандай бір өзімнің түсінген затым бар, сіздермен бөлісетін. Осы видео обучениялардың барлығы сіздерге, конечно же, басқаларға қарағанда айтылмайтын менің секретный фишкаларыммен сіздермен бөлісемін. Сондықтан дайын болыңыздар. Ол біріншіден мынандай түсінік. Сіздерге түсіну керек мынандай маңызды зат. Блогер деген ол үлкен тұлға. Өз-өзін дамытқатын, өте бір өз-өзін сыйлайтын, өзіне сенімді, кәдімгідей қалыптасқан тұлға. Ал блог парақша, ол кәдімгі бизнес. Мен сіздерге айтайын. Көп адамдар блогер боламын деп, блогымды бастаймын деп келеді де, олар бұның бизнес екенін түсінбейді. Бұл менің қазір қалыптасқан түсінігім. Қалай дейсіздер ме? Сондықтан жаңағы сіздің парақшаңыз жақсы дамуы үшін перспективалық түрде, жылдар бойына жақсы даму үшін сіз бірден осындай түсінікпен бастауыңыз керек. Бірден осындай біліммен бастауыңыз керек. Яғни блог дегеніміз ол бизнес. Бизнес болғандықтан өзінің ережелері, өзінің привилегиялары, өзінің үлкен плюстары бар. Ол деген қалай, сіз блогыңызды бастадыңыз, сіздің блогыңызды міндетті түрде бір мақсаты болу керек. Мысалы, сіз ойдан жоқтан басқа блогерларға қарап қызығып, мен блогер болайыншы, ол солай оңай сияқты, күшті сияқты деп бір поверхностный ойлармен бастағанда сіз көптеген қателіктерге кезігетін едіңіз, но біздің обучениенің арқасында сіздің ондай қателіктерді аз жасайтын боласыз. Бірден айта кетейін, блогер болу оңай емес, оның өзінің қиындықтары бар. Бұл бизнес болғандықтан бұл кәдімгі жұмыс. Өзінің жұмыстары бар. Кәдімгідей сіз еңбек етуіңіз керек, уақытыңызды бөлуіңіз керек, уақытыңызды арнауыңыз керек, толыққанды жұмыс ретінде қарауыңыз керек. Бұл өзі сондай талап ететін толыққанды мамандық. Басқа мамандықтар сияқты. Қазіргі 21 ғасыр мамандығына айналған. Бұны мойындау керек. Бұл скоро осы Қазақстанда да мойындалатын істердің бірі болады. Өйткені көп адамдарға олай көрінбесе де, шынымен келгенде сол. Және үлкен плюстарының бірі ол әрине бұл высокооплачиваемый дейді ғой. Бұл жердің табысы да үлкен мамандық. Бұл жерде привилегиялар да, плюстар да өте көп. Жасайтын жұмысы да, еңбегі көп болғанымен, нәтижесі де, беретін жемісі де, табысы да өте көп. Бұл іспен барлық адамдар айналыса алмайды, барлық адамның қолынан келе бермейді. Ол үшін мықты тұлға болу керек біріншіден адам. Адамның мақсаты қызық болса, адамның өзі қызықты болса, адам өз еңбектен жұмыс істесе, міндетті түрде қолынан келеді. Осы блогерліктің арқасында көптеген жетістіктерге жетуге болады. Мен өз басым блогерлікті не көріп тұрмын?
бұл жерден мен бірінші очередь өзіме барлық мүмкіндіктерге жол көріп тұрмын. Менің блогым осы әлем бойынша қандай мүмкіндіктер бар, соның барлығына жол ашып тұр. Әлем демей қойшы, хотя бы Қазақстан, Қазақстан бойынша. Біріншіден, мен өз-өзімді көрсету арқылы, бұл менің портфолиом сияқты, бір жағынан өз-өзімді көрсету арқылы, мен Қазақстан бойынша өзімнің атымды шығарамын. Осындай мен бармын бұл әлемде. Мен осындай Сейсенбаева Дианамын, мен осындай істей аламын, менің қолымнан осындай келді, мен осындай адаммын, менің осындай қасиеттерім бар, өзімнің посттарым арқылы, өзімнің видеоларым арқылы, өзімнің стористарым арқылы өзімді осы әлемге жариялай аламын. Егер мен басқа да қарапайым әйелдер сияқты баламен ғана үйде отыра берсем, әлем мен жайлы білмейтін еді. Көрдіңіз, менің мақсатым осы өмірдегі, менің миссиям десем болады. Негізі нағыз түсінік осыдан келеді. Егер сіздің өзіңіздің миссияңыз нақты болса, сіз оны білсеңіз, сізге блог бастау жеңілдірек болады. Мен өз миссиямды білемін, түбегейлі ойланып, осы 25 жасыма келіп түсіндім қалай екенін. Ол адамдарға көмектесу. Өзімнің Алла тағала берген барлық потенциалым мен таланттарымды ашу, жан-жақты. Тұнып тұрған ішімде бар, ол әр адамда бар. Өзі потенциал береді ғой Алла тағала, вот сол потенциалымды толыққанды ашу. Сол менің потенциалым арқылы, менің бір таланттарым арқылы соларды максималды түрде қолдана отырып, осы адамзатқа, адамдарға, әйелдерге, именно Қазақстанда тұрып жатқан мамочкаларға өзімнің көмегімді, пайдамды тигізу. Өзімнің талантымды қолдана отырып, бір пайдалы іс жасап, соның жемісін көрсетіп, және менің миссиям басқаларға көмектесу, басқаларға көмектескеннен бұрын, ол бақытты адам болу, адам ретінде, тұлға ретінде қалыптасу, өзінің ата-анамның, туыстарымның абыройын асқақтату бұл. Із қалдыру. Мен осы өмірде кеткеннен кейін бір ізім қалса екен, менің балаларым менімен мақтанса екен деген сияқты, көрдіңіз, сонымен шығып келе жатыр. Және мен өзім бұл қараңыз, сіздің блогыңыз, сіздің басты жақсы қасиеттеріңіздің арқасында құрылу керек. Сізде қандай плюстарыңыз бар, сіздің қандай басқалардан ерекшелігіңіз бар, қандай қабілеттіліктеріңіз бар, соның негізінде құрылу керек. Соған мысал ретінде өзімнен айтайын, менің қандай мықты қасиеттерім бар. Мысалға, мен өзім қандай мықты қырларым бар екендігін білемін. Соларды максимальный түрде қолданғым келеді. Сол арқылы мен өзімнің блогымның, менің мықты қырларым арқылы менің блогым құрастырылады. Соның негізінде құрылады. Яғни мен өзім туған кішкентай кезімнен бастап кітап оқығанды өте қатты жақсы көремін. Өтмасам өтпейді. Міндетті түрде бірдеме оқып жүремін, изучать етіп жүремін. Причем андай литературадан бөлек бір жай ғана бір лентаны листать етіп, бет-алды зат еткен жаңа ақпараттарды көргенді, білгенді жақсы көремін. Міндетті түрде оқып жүремін. Жаңа адамдарды изучать етемін, жаңа кітаптар шықты ма, ол адамдар, мысалы, успешный компаниялар қалай ашылды, мына успешный адам, жетістікке жеткен адам қалай өзінің жетістіктеріне қалай жетті, қандай секреттарды қолданды, қандай жаңа бізде осындай қандай обучениялар болып жатыр, қандай тренд болып жатыр, қалай дамып жатыр біздің ел. Осы заманда болып жатқан барлық жаңашылдықты іздеп тұрамын да, іздеп оқып отырғанды жақсы көремін. Мысалы, телеграмда қаншама каналдарға жазылғанмын, күнделікті зерттеп қарап отырамын. Мен олсыз болмайды, бұл маған бір су сияқты. Мен жалпы өзім су ішпейтін адам, суды аз ішемін, бірақ оқығанды өте қатты жақсы көремін. Ол менің қанымда бар. Ол маған қиын емес болады ғой. Кейбір адамдарға бір нәрсені оқып, зерттеу қиын ғой, а мен оны алып, оқып, түбегейлі зерттеп, содан бір структура жасағанды қатты жақсы көремін. И осы қасиетімді мен қайда жіберсем екен деген ой болды. Әрине, көп кітап оқығаннан кейін сөз байлығы да жақсы болады адамның, жазуға деген ынтасы да жақсы болады. Ес білгеннен бері мен дневник дейді ғой, күнделік жүргізуді бастаған. Менде өте көп, қаншама күнделіктерді жазып бітірдім. Жаза беретін барлық ойымды, өлеңде шығардым, шығармаларда жаздым. Мектепте шығарма жазудан алдыма жан салмайтын адам болдым.
өзіме ғана емес басқа балаларға да жазып беретін, сонда болады ғой, тіпті жаңағы бір аспаннан өзі келіп жатады, жауып тұратын сияқты, мүлдем қиын болмайтын, жаңағы шығарма жазу кез келген тақырыпта отырып жаза беретін, және шығарманы ең көп жазатын адам мен болатын. Содан мынандай қасиетім бар да, қасиетім демей ақ қояйын, енді бір жақсы қырым бар, ол бір қандай да бір ақпарат, қаншама үйіліп жатқан ақпараттың ең маңызды жерлерін бүйтіп реттестіріп алып, одан структура жасап, бір по полочкам, по порядку жиыстырып қойған маған қатты ұнайды. И ұнағандықтан сол іс менің қолымнан жақсы келеді. Немесе бір жоспар жасау, ол деген бизнесқа өте жақсы қасиет, және осы блогерлікке қатты көмектеседі. Көрдіңіздер ме? Осы оқуға деген қатты менің құлшынысымды, жазуға деген құлшынысымды, осындай порядок жасау, бір структура жасау, және мен адамдарға түсіндіргенді қатты ұнатамын. Адамдарға бір нәрсе үйреткенді. Көп бізде жобада қыздар айтады, жақсы түсіндіресіз дейді, және шаршамайсыз, қалай андай нервіңіз құрмайды, жақсы түсіндіресіз, сабырлықпен қарайсыз дейді. Шынымен де мен адам 100 рет сұрақ қойса да жауап беруге дайынмын да өзім. Өкінемін мұғалімдікке бармағаныма. Осы қасиеттерін қолдана отырып, мен өзім блогымды аштым. Менде онда блогымның даму жағына перспектива бар. Мысалы, менің басқа да арман тілектерім өте көп. Мысалға, сіздің де армандарыңыз өте көп, иә? Менің бір армандарымның бірі ол саяхаттау. Барлық әлемді шарлау, ағылшын тілінде еркін сөйлеу. Мен саяхаттағым келеді. Сон саяхаттағанымды адамдарға көрсеткім келеді. Өзімнің ойларымен, өмірінде болып жатқан заттармен бөліскім келеді. Бұл менің ішімнен шығып тұрған бір ниетім. Соның барлығын мен блогыма бағыттаймын, көрдіңіздер ме? Ал мен саяхаттау үшін, мен оған мысалы қаражат керек, жақсы табыс болу керек, иә? Мен болашақта осы еліме пайда әкелетін, менің миссиямды орындай алатын өзімнің бизнес идеяларым бар. Сол бизнестарымды, жаңағы кәсіптерімді жасағым келеді. Ол творческий, жаңағы өнер мектептері балаларға арналған. Сосын ана болса екен деп, бізде ондай Алматыда ғана бар, Қазақстан бойынша басқа қалаларда жоқ, Қарағандыда жоқ. Менде кәсіпкерлікке деген өте ынтам жоғарыда, бизнес идеялар көп, оның бәрін жасайтын. Қазір мен баламен отырмын, мысалы, бір жерге барайын десем, баламды ешқайда тастай алмаймын, көрдіңіздер ме? Осындай бір мәселелерді шешкім келеді да болашақта кітап жазғым келеді. Мысалға, киноға да түскім келеді. Менде амбициялар өте көп. Мысалы, киноға да түскім келеді дедім, иә, клипқа да түскім келеді. Почему бы и нет? Мидағы ограниченияны алып тастау керек. Менде бұрын тоже көптеген проблемалар болды. Менің миымдағы подсознательный убеждениялармен де проблема болды. Қорқыныштар да болды. Бірақ қазір мен блогымның арқасында менің самооценкам да жоғары, Құдайға шүкір. И мен уже ондай нәрселер қорықпаймын, емін-еркін армандап, кәдімгідей армандай аламын. Менің уже армандарым үлкен болып кеткен, жаңа клипқа түсу, мысалы, киноға түсу. Өлең айтқанды жақсы көремін. Үйде караоке микрофонмен көп өлең айтамын. Мысалы, рэп оқығанды да жақсы көремін. Сол бір қырымды ашқым келеді, соны қолданғым келеді, көрдіңіздер ме? Егер мен үйде отыра берсем, мен ол қырларымды аша алмаймын, қолдана алмаймын. Ал блогым арқылы өзімді бір елге ашу арқылы мен осының барлығын қолдана аламын. Мүмкін мен бір күні біреудің көзіне түсетін шығармын, мүмкін өзімді актерлік қырымнан көрсетіп, өзім парақшамда видеолар түсіріп, продюсерлардың немесе жаңағы режиссерлардың көзіне түсетін шығармын, мүмкін мені клипқа түсетін шығармын. Ойлаңыздаршы, мен осы өмірімді мәнді және сәнді максимально жақсы өмір сүргім келеді. Әрине бақытты болғым келеді. Мен ойлаймын, енді көп адамдардың өмірінің мәні де сол шығар, бақытты болу, балаларымен бірге саяхаттау, жақсы өмір сүру, комфортно, бай дәулетті болу, иә, мысалға. Мен көріп тұрмын, бұл барлық арман тілектерді мен блог арқылы ғана қол жеткізе аламын. Ол менің ойым емес, ол шынымен де солай. Мысалы, қараңыздар, осыдан қандай ой шығады, иә? Қараңыз, енді мен болашақта кәсіп ашқым келеді, бірнеше кәсіп. Кстати, салон красоты ашқым келеді, ол менің бір арман. Өнер мектебін ашқым келеді, ол жерге қараңыз, салон красотыға маған қаншама клиенттар керек. Ал салон красотылар өте көп, конкуренция өте үлкен. Мысалы, тура сондай қазір мен ашсам, егер менің атым болмаса, ешкім мені танымаса, ол қарапайым уже бар очередной салон красоты болып қалады. Немесе өнер мектебін ашсам да, оны ешкім білмейді. Әйтеуір маған социальный сетте, осы
желіде бір парақшамды ашып, парақша арқылы клиенттарды жинауым керек, көрдіңіз бе? Әйтеуір осы маркетингті қолдануым керек. Ал егер менің өзімнің уже блогым болса, менің бір шыққан атым болса, мен тұлға ретінде бренд болсам, маған ол жеңілірек болады. Мен сырттан жарнама жасап іздемеймін. Мен барлық жарнаманы өз парақшам арқылы жасаймын. Көрдіңіздер ме, қандай плюсы бар? Сол себептен бұл ұзақ уақыттық перспектива мен солай келіп тұр. Яғни мен блогымды сондай ұзақ перспектива бойынша көздеп аштым. Қазірден бастап сол бағытта мен жұмыс істеп келе жатырмын. Және блог жүргізу мен үшін қатты қиын да емес негізінде. Енді определен жұмыстар бар, но үлкен плюсы балаңмен кез келген жерде отырып, кез келген әлемнің нүктесінде отырып, үйде отырып жұмысыңды істей аласың. Бар болғаны интернет керегі және телефон арқылы. Көрдіңіздер ме? Сондағы келіп тіретіміз, біздің мақсатымыз ол жеке бренд қалыптастыру. Жеке тұлғалық брендімізді қалыптастыру. Егер сіз өзіңізді бренд ретінде қалыптастыра білсеңіз, егер сіздің аудиторияңыз сізге сенсе, сізді таныса, сізді тұлға ретінде қабылдаса, сізді уже білсе, жан-жақты, олар сіздің кез келген жарнамаңызды, сіздің бір бизнесіңізді қолдайды, сіздің артыңыздан барады, сіздің кеңестеріңізге құлақ асады. Көрдіңіздер ме? Сіздің артыңыздан ереді. Ол деген сіз Инстаграмда ғана болмасаңыз да, сіз Ютубта болсаңыз да, кез келген сіз қайдасыз, сіздің артыңыздан жазылады. Например, даже Инстаграм жабылып қалса да, ертең басқа бір міндетті түрде бізде интернет заманы болып тұрған кезде, міндетті түрде жаңа платформа ашылса да, сіздің артыңыздан ереді ол кісілер. Өйткені олар сіздерді көріп үйреніп алған, сізді сыйлайды, сіздің қасиеттеріңіз арқасында. Көрдіңіз бе? Үлкен пайдасы бар. Енді осы жерде мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Не себепте мен блог ашқым келеді, не себепте мен блогер болдым. Және бір себеп болды, мен блогымды ашқаныма бір жылдан асып кетті. Апрельдің уақытына бастаған тұғым. Ол кезде мен мастер-классымды сатып бастадым. Уже 2,5 жылдай мен подушка смайлик тігумен айналысамын, білетін боларсыздар. Сол парақшамды жай ғана бизнес аккаунт ретінде жүргізіп жүрдім. Одан кейін онлайн мастер-класс сатуға кірістім. Уже сатуға кіріскен кезде мен түсіндім, маған басқа аудитория керек, маған қазақ тілді аудитория керек, бүкіл Қазақстан бойынша адамдар керек. Себебі менің өзім основной аккаунтында в основном Қарағандының адамдары болды, және олар орыстар болды. И оларға менің түрімді білмеді, кім екенін, тек қана подушкин фотоларын ғана көреді, болды. Және мен өзімнің 1000 подписчигім бар өз парақшамды сол кезден бастап дамытуға кірістім. Ақырындап оқырмандарын жинадым. Асыл шаңырақ деген жобаға кірдім. Сол жерде алғашқы 300 оқырманым келді. Сонымен өзімнің ақырындап посттарымды жазып, блогерлік жолымды бастадым. Алғашқы клиенттерімді де алдым. Онлайн мастер-классын Қазақстан бойынша сатуды бастадым. Ақтау қаласына, Астана қаласына, Қызылорда, Тараз. Уже мен көрдіңіздер ме, өзімді көрсету арқылы мен осындай жастықтармен айналысамын. Осынша уақыт болды, осылай тігемін. Міне мен осындай қызбын, үйде отырмын, сіз де осылай тіге аласыз деп көрдіңіздер ме, өзімнің тұлғам арқылы өзімнің онлайн мастер-классымды сатуға кірісіп, сонымен айналыстым. Сөйтіп жүріп, ақырындап өзімнің блогымды дамытып кеттім. Ал жалпы мен тұрмысқа шығып, бізде свадьба августта болды ғой, августтың кезінде қатты армандап кеттім блог ашуға. Содан бері мен 1 жылдай қорқып жүрдім. Кәдімгідей қорықтым. Дәл қазір сіздер қорқып жүргендей ойланып, қолымнан келе ме, келмей ме, білмеймін. Мен қазір маған күлкім келеді. Сол кездегі қорқынышым, шынымды айтсам, есіме түсірсем, шынымен қатты қорқыппын. Соны неужели сіздер де қазір солай қорқасыздар деп ойлаймын да. Қазір маған ол соншалықты қорқынышты көрінбейді. Мен есімде кәдімгідей қорқып, қалай болар екен, бір қорқынышты зат сияқты болып, кейінге қалдырып, жарайды, той бітсін, одан кейін баламды туып алайын деп жүріп қалдым да, кәдімгідей. Бала туғаннан кейін вообще не до этого деген сияқты болды. А параллельно өзім 2016 жылдан бастап Ресейде қалай блогерлар пайда болды, барлығын оқып жүретін. Уже кім қандай крупный блогерлар бар, кім қайдан шығып жатыр, бүкіл посттарын бастан аяққа шейін оқып жүретін, оқып тастайтын. Инстаграм дамыту бойынша тегін обучениялар, тегін ақпараттар бар ғой Инстаграмда, соның барлығын оқып, күнім босқа өтпейтін. Маған бұл қатты ұнайтын негіз. Қатты ұнайтын. Мен сериал көргенше маған соны оқыған, изучать еткен қатты ұнайтын.
сөйтіп жүріп жаңағы барын оқып зерттеп, одан кейін тегін емес уже ақылы курстарға барып үйрендім, өзімнің парақшамды дамыттым, ресейлік бір күшті обучениеға бардым, блогерлік. Содан кейін ғана ақырындап уже қорқынышымды жеңіп, міне сөйтіп біріктіріп өзімнің кәсібім, жаңағы кәсібімді упаковать етіп, жаңа онлайн мастер-классымен бірге осы блогерлік сфераға кірдім. Көрдіңіздер ме? Мен өзімнің парақшамды соны басынан бастап бизнес ретінде аштым. Көрдіңіздер ме? Мен парақшамды жүргізу барысында тек қана блогымды ғана жүргізген жоқпын, мен өзім параллельно мастер-классымды саттым. То есть мен табыс таптым басынан бастап. Сіздерге де соны үйретемін. Менің мақсатым сол.